такси жүргізушілерінің болсын проблемаларын жалпы көзбен көріп өзім сезіндім. Қазақстанда таксовать етпеген адам жоқ. Таксисттің де таксисті бар негізінде. Мен кредит алдым, 3 ай төледім. Автокөлік ол суық қару. Кредит төлей алмаймын. Таксистерге кішкене сыйластық болған қалар едім өзім жалпы қоғамда. Ертең процент өседі, 3 айдан кейін машинаны алып қояды. Қайда машинаңыз, неге айдамай жүрсіңіз десем, ол машинаны төлей алмай банк әкетіп қалды. Сіз машинаны алғаннан кейін өзіңізге полностью алмайсыз. Мен уайымдамаймын. Сіз оны күтесіздер, жөндейсіздер, сынса сол қалпы маған қайтарасыздар. Осы Мейірбекке хабарлассаңыз, біздер ол кісінің кредитін полный жауап береміз. Не істерін білмейді, мысалы сіздерге хабар салады төлегенге. Кез келген уақытта машинаны қайтарып беруге дайынбыз. кредитті ойламайсың, үстіне кішкене ақша береді. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін бізде керемет подкаст, Маке екеуміз бастаған жаңа бір жобамыз. Осындай бір қонақтарымызды шақырып сіздерге пайдалы ақпарат жеткізетін боламыз. Маке, енді құтты болсын біздің жобамыз. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін бір өте керемет пайдалы видео болады деген үміттемін. Себебі бұл тақырып, мен арендаға, білесіздер, арендаға машиналарды берем. Сол кезде берем деген сөзден бастап, бірінші видеодан бастап өте көп маған адамдар шыққан, жазған комментарияға. Осы Мейірбек сол тақырып бойынша жұмыс бастаған екен. Мен соны бұл кісі комментарияларды байқап жазып қалды. Одан кейін ол тақырып маған ұнап қалды. Содан кейін мінекей осы сіздерге рахмет. Осындай бір пайдалы видео түсірейік деген кезде екеуі де келісіп осындай жерге жиналып отырмыз. Рахмет сіздерге. Бүгінгі қонағымыз өте жақсы кезінде такси жұмыс істеген. Содан бастап сол тақырыпқа өте үлкен кіріп, сол тақырыптағы не кемшілік бар, адамдар неден қиналып жатыр деген сияқты, водительдер неден қиналады деген сияқты барлығына жауап түрінде бір жүйе ашқан Мейірбек. Ассалаумағалейкум жігіттер, Дәке, Мәке, және осы арнаның жазылушылары, барша такси саласына қызығатын жүргізушілер, осы арнаны тамашалаушы жігіттер, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін енді қызықты подкаст болады деген сенімдеміз. Барлығына шынайы түрде, ашық түрде өзіміз қалай жұмыс жасаймыз, қандай бағытта жұмыс жасаймыз, және келешекте қандай пландарымыз бар деген сияқты пландарымызбен бөлісетін боламыз. Барлық сұрақтарға ашық, шынайы жауап беруге дайынбыз. Керемет. Мейірбек, өзім білетіндей, енді сіз аренда саласында бизнестің бір түрі ғой. Бірнеше бизнесіңіз бар екен. Бірақ енді сіз маған кеше сөйлескен кезде айтқандай, енді Мейірбек жай бизнесмен емес, бизнес бастап кеткен. Өйткені Мейірбек өзіміз сияқты қарапайым қара қазақтың баласы десек болады ғой. Такси саласында жұмыс істеген, такси жүргізушісі. Сондықтан да бұл өте қызықты. Енді жұмысты не понаслышке дейді ғой, орысша, на практике дейді ғой, іс жүзінде білет, көрген. Және де мен таңғалғаным, Мейірбек шетелде оқып келіп, қазір Қазақстанда оралып, Қазақстанда таксиде жұмыс істеді. Сол менде сұрақ, енді шетелден оқып келіп, таксиге қалай келдіңіз? Не себеп болды? Жұмыс болмай қалды ма? Или мамандығыңыз бойынша жұмыс болмай қалды ма? Или романтика ма такси деген? Шетелден оқып келіп, таксиде жұмыс істеді. Қысқа және нұсқа бір оқиғаңызды, сол жылдарғы оқиғаларыңызды айтып кетсеңіз. Иә, рахмет Дәке, өте орынды сұрақ. Мен негізі өзімнің мамандығым туризм саласының маманымын. Бірақ магистратурам экономика. Яғни экономистпін ғой енді. Енді ол таксист білмеймін, осы таксист болмаған қайманы қазақ жоқ шығар бізде. Такси саласы бұл біздің ең соңғы жасайтын жұмысымыз да. Оған дейін біз барлық әрекетті жасаймыз. Жаңағы резюмемізді өткіземіз, бір собеседованиеға барамыз. Сол аралықта біз собеседование айтуы мүмкін, 2 аптаның жауабын айтамын деп. Сол уақытта бір жасайтын бір арада бір өтпелі кезең сияқты да ол да. Менде Астанаға ең алғашқы рет осы 7-8 жыл бұрын келген кездері, ол кезде Яндекс енді келіп кішкене аса қатты қазіргідей қарқын алмаған кез, бірақ соның өзінде жалпы танымалдылыққа ие болған. Сол кезде бізде өзімізді көрейік деп, такси қашанда қызық қой, енді көп адамдармен сөйлесесің,
сөйтіп кішкене такси саласында жүргенбіз. Оны ешкім білмейді енді. Бірақ енді мен өзім аса қатты ешкім айтқан емеспін. Жалпы осы жерде енді жарай қалып айтып отқан жайым бар. Себебі жалпы енді такси саласының болсын, такси жүргізушілерінің болсын, ішкі проблемаларын жалпы көзбен көріп өзім сезіндім деген мақсатта айтқым келіп отыр. Себебі өзім осы жерде болғаннан кейін, осы жерден ізбен өткеннен кейін барлығын көзбен көріп, олардың проблемасын шешу жолын көргендей болдым да. Сол кезде бір уақытша болғанда енді 1 жылдай көлемінде жүрдік. Басында ұзақ уақыт таксовка жасап жүрдім, кейін одан кейін жұмысымыз шыға бастағаннан кейін аздан уақыт азайттым да. Содан кейін қазірдің өзінде енді өзім қызық үшін, өзім үшін жалпы анда-санда бір Яндексті көрейін деп, сезініп көрейін деп шығып көретін жайымыз бар енді. Сондықтан жалпы осындай сөйтіп келіп, бірақ мамандығым бойынша жұмыс істеген емеспін. Бір-екі жерге шақырған, бірақ ондай қатты қызықшылық тудырмады. Неше жыл істедіңіз таксиде? Таксиде кетті бір жарым жыл арасы где-то. Яндекс енді кірген кезде? Иә, жоқ, 19-20 жылдары. 19-20 жылдары. Бірақ енді қазіргідей Яндекс қатты қарқын алмаған еді ғой. Аренда деген қазіргідей хайповать етіп тұрған жоқ еді ол кезде. Өзіміздің машинамызбен жүрдік. Яғни бұл такси деген андай ғой. Жалпы адамдардың эмоциясын шығаратын жер. Өздеріңіз өте жақсы білесіздер. Профессорсыз осы салада, осы маманда. Стрессті шешкім келсе, таксиге заказ бер. Иә, Асайна жалмауыз неме деген. Иә. Неше түрлі адамдар жаңағы жұмыстағы проблема болсын, отбасындағы бытовой проблемасы болсын, біреумен келіспей қалса да, осы жер шығаратын жер. Яғни ана Жапонияда айтады ғой, сондай бір офистер бар дейді да, ішінде ыдыс-аяқ толып тұрған көрінеді, и акустикасы жақсы, ішіне кіріп бір жұмыста шаршаңыз, айқайлап аласың да. Бұл да бір сондай бір арена сияқты да адамдар үшін. Себебі неше түрлі енді қазір видеолар тарап жатыр ғой, әртүрлі. Көрмейін десең мүмкін сенгің келмейді, конечно, әрине, бірақ сенуге себептер бар да. Сондықтан ол такси деген бұл айтқанда машинада автокөлікте отыра беріп таңнан кешке дейін солай сияқты, бірақ ол негізі екінің бірі жасай алатын жұмыс деп өзім айта алмаймын. Себебі ол жерде жаңағыдай стрессы бар, басқасы бар, денсаулық бар дегендей, ол да бір өте үлкен жұмыс. Одан да офисте отырып қағаз толтырып отырған оңай сияқты. Ал офисте отырғандар ойлайды ғой, ой, менің жұмысым көп, басым атып кетті, лучше неге мен таксист болып жүрмеймін деген сияқты. Жоқ, ол ондай емес. Таксисттің де таксисті бар негізінде. Бірақ жаңағыдай қазіргі уақытта қаншама адам жаңағы өтпелі кезеңде жүр, бірақ оның барлығы такси жүргізушісі емес та. Нақты такси жүргізушісі емес. Уақытша өзінің бір өмірлік кезеңдерін өткізіп, жаңағы біреулер стресте жүрген болуы мүмкін, біреулер қарызда жүрген болуы мүмкін, біреулер уақытша жұмыстан босаған болуы мүмкін. Сондай кезде өтпелі кезеңде де жүргендер. Бірақ енді нағыз таксисттің таксисттері олар енді ветерандары, көп нәрсе көрген. Сондықтан таксистерге кішкене сыйластық болған қалар едім өзім жалпы қоғамда. Әйтпесе көп видео интернет желісінде тарап жүр ғой видео енді. Таксисті адам санамайды, кейбір жолаушылар санаты төмен деген сияқты деп ойлайды. Негізі міне өздеріңіз көргеніңіздей таксиде жоғарғы білімі бар адамдар жұмыс істейді. Мәкен жоғарғы білім, ветеринар, бұқым ветеринар. Мен ғой жоғары білімді алып жұмыс істемей, енді ветеринар ауылға барғым келген жоқ, қалдым. Өзіңді айтсайшы. Менде юристпін по образованию, тоже высшее образование бар менде. Такси саласында жұмыс істеп жүрміз. Және де Мейірбек айтып кетті, және есіме түсіп кетті, кәне денем тітіркен, мурашки по коже дейді ғой орысша. Айтып кетті, ана Японияда бір бөлме бар, барасың, стрессін шығарасың, бақырасың, саяқ шағасың деген. Менде болған ана заказбен келдім де, үйшімен ұрысып қалдым, как раз арендада жүрмін. Аренда деген оңай емес, енді 3,5 жыл төлеп шықтым. Соңғы жылдар оңай болған шығар, басында өте қиын болды, ақшасын шығара алмай, қарыздарға батып. Сөйтіп бір неге жағалы жаққа келем ғой, заказды аяқтаймын, ар жақта енді жазық істеп қой, жазық. Сол машинадан шықтым да, енді шын айтайын, енді кіші дәретке де бара қалсың ғой. Енді қысқан соң отыра берген соң. Сол шықтым да, кәдімгі деп бақырдым. Как раз интернеттен видео көріп қалдым ба, сөйтіп бақырсаң кішкене стрессіңді, кішкене ашуыңыз. Кейбір мысалы темекі шегіп кетеді ғой, успокоиться үшін. Мен шықтым да, деп бақырып жібердім. Кішкене успокоиться үшін. Сол есіме түсіп кетті да, жаңа вообще. Тынышталып қалдыңыз ба? Иә. Сонымен
Достар, такси саласында жұмыс істеді. Мен осының алдында менде бір YouTube арнамда подкаст бар, интернет-маркетолог, актер дубляжа мамандығы бойынша жұмыс істейтін бір әріптесіміз бар. Параллельно такси саласында жұмыс істейді, өйткені бұл мамандықта ақша жеткіліксіз. Бізде де Қазақстанда мысалы полиция қызметкерлері де кешке жақын жұмыстан бос уақытына таксовать етеді, переводтарына айгүл деп Каспийлардан шығады, перевод жібересің. Таксовать етпеген адам жоқ қой деймін Қазақстанда. Қазақстанда таксовать етпеген адам жоқ. Сонымен мен айтарым, мен өзімнің бейне роликтерімде де айтам, такси саласына келдіңіз бе, бәрі немен келген жоқ қой, не от хорошей жизни пришли в такси дейді орысша. Жетіскеннен келген жоқ, қайтып бала шағаны асырау үшін, күн көру үшін таксиға келдік, жұмыс істедік. Бірақ енді таксида отырып қалмаңыздар, жастар, таксиға келсеңіздер бір уақытша болсын деп мен сізді тілектеспін, оны айтып жүрмін. Арғы дамыңыздар, бір бизнес ойлаңыздар, не болмаса мамандық бойынша карьера қылыңыздар, таксида отырып қалмаңыздар, такси уақытша болсын. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл, 7, 8 жыл отырса, ары қарай дамып кеттіңіз, бизнес бастап кеттіңіз, пенсияға дейін таксиде отырмаңыз. Сол сияқты Мейірбек живой пример дейді орысша. Шетелде қай қалада оқыдыңыз? Біздер Қытайда оқығанбыз. Қытайда Инчуан деген қалада, Қытайда оқып келіп, Қазақстан такси саласына уақытша. Қазір мен білетіндей, енді қазір ары қарай таныстырып өтеді ғой, бизнестің түр саласымен айналысады. Соның бірі жаңағы көліктерді арендаға өткізу. Мәкен әріптесі ғой. Қазір екеуі әңгіме соғады дейсің ғой, екеуі жібереді әңгімені. Ол бизнесте көп нелер бар. Оңай емес ол да, бизнес оңай емес. И мен айтқаным, адам баласы даму керек. Ары қарай ұмтылу керек бір нәрсеге, табысын жоғарылату керек, өзін рухани дегендей дамыту керек. Жүру керек. Андай не деградировать дейді орысша, наоборот развиваться, узнавать и жұмысты ауыстырып көтеріліп кету керек. Әр қазағым, әр таксист қарап отыр ма, такси жүргізушісі әріптестерім қарап отырсыздар ма, сіздерге тілектеспін, бизнестеріңді ашып немесе жұмыстан үлкен жетістіктерге, биіктерге жетіңіздер. Сол енді Қытайды қай қаласында оқыдыңыз? Инчуан деген қаласы. Инчуан деген қаласы. Қытай тілін жақсы білесіз бе? Ағылшын тілін. Неше тіл білесіз? 5 тіл білемін жалпы. 5 тіл. Достар, таксида қалам-балам емес, 5 тіл білетін адам таксиде жұмыс істеді. 5 тіл білетін таксист. Международный аэропортқа қойсаң, барлық адаммен тіл табысатын таксист. Жоқ, бұл әрине бұл әзіл, бұл кезінде ғана жұмыс істеген, содан кейін сол салада жүріп, сол саланың терең үйреніп, соған не жетіспей жатыр, сол жұмыстармен қазіргі таңда айналысып жүр. Сол үшін сізге арендаға машина керек па, жоқ кредитін төлей алмай жүрсіз ба, жоқ сіз оған қатысыңыз жоқ, просто сіз инвесторсыз ба, осы Мейірбекке хабарлассаңыз барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Сондай бір өзіге бір жұмыс ашқан компания десек болады. Қазіргі таңда ол үлкен, себебі 50-ге таяу машинаңыз бар, қателеспесем. Ол аз машина емес, үлкен, күнделікті үлкен жұмыс. Сол үшін не жұмыстарыңыз бар, не сұрақтарыңыз бар, барлығына Мейірбекке хабарласып, әрине номер қалдырамыз, соған хабарлассаңыздар болады. Бұл әрине біткен емес, қазір бұл тақырыпқа тағы кішкене үлкендетіп, анықтап, сұрақтарымызды қойып, барлық сұрақтарымызға жауап алатын боламыз. Енді Мейірбек 50-ге таяу машинаңыз бар. Сіз қазіргі таңда олардың барлығы өзіңіздікі. Өзіміздікі, арендасы да барлығы бірге қосқан. Өткенде менің видеоның астына жазған хаттарға қарап сіз жаздыңыз, сол жоба бойынша жұмыс істейін деп жатырмын дедіңіз. Сол үшін мен сізді осы жерге шақырып отырмын. Сіздің айтқаныңыз, қателеспесем, бағанағы үйінде машина тұр, кредитін төлей алмай тұр, денсаулығына байланысты 2-3 ай жұмысынан айырылып қалды, айлығы жоқ, 2-3 ай, 4 ай, 5 ай, сондайлардың барлығымен сіз жұмыс жасайын деп жатырсыз. Дұрыс түсінсем. Дұрыс.
Енді сол бойынша кішкене анығырақ айтып берсеңіз. Себебі бұл жерде қазір көп адам түсінбей қалады, неге кредитті қалай төлейміз, о қанша төлейді, оған байланысы бар ма жоқ па деген сияқты. Соны кішкене өзіңіз анықтап айтып берсеңіз. Жақсы, енді ол мәселеге келетін болсақ, енді ашық, айқын, ешқандай ол жерде негізі такси саласында жүрген адам үшін түсініксіз ешнәрсе жоқ деп ойлаймын. Себебі енді әркімнің проблемасы өзінде ғой. Біздер қандай жалпы кімде қандай проблема бар екен білмейміз. Жаңағыдай ғой, енді Дәкең айтып жатқандай, таксиге келіп бір кішкене көрейін деп қалып кетіп жатқан аға інілеріміз қанша болма. Мысалы бір екі ай көрейін дейді, манағыдай арендаға алайын жүрейін дейді, кейін ұнап қалады да. Себебі комфорт плюс бизнес машинаны алып алғаннан кейін уже ол суткасына 60 мың теңге ақша жасайды, дұрыс па Дәке? Дәке қалады. Одан кейін уже аренда үшін 20 мың теңге берген деген ол қарайды да, уже суткасына 30 мың теңге 20 мың теңге ақша отыр, жақсы екен маған дейді да. Кейін ол уже дағдыға айналып ұзақ уақытқа уже таксиге отырып қалады да. Бұл жерде мен бастайын деп жатқаным, айтайын дегенім, такси саласы жаңағы бізде бір қоғамдық хаб та, социальный хаб. Бұл жерде әртүрлі, бұл өмірдің кезеңі болғаннан кейін әртүрлі адамдар өтеді. Бірақ бұл жерде біреудің машинасы жеке машинасы болуы мүмкін, жеке машинасы болмауы да мүмкін. Біреулер манағыдай арендаға алуы мүмкін. Жаңағыдай ғой енді, біздер, мен даже бір кісілер болуы мүмкін, мен машинаны алды да, арендада жүрді да. Сосын, мен неге біреуге мен берем, лучше мен өзім кредитке ала салайын дейді. Қазіргі квартира снимать етіп жатқан бір сияқты ғой. Неге мен біреуге 200-250 теңге төлеймін, неге ипотекаға ала саламайын дейді. Сол сияқты. Одан кейін бұл кісі барады да кредитке машина алады. Астанада енді Кобальт аса қатты танымалдылыққа емес, енді клиенттердің арасында. Ал водительдердің арасында Кобальттен барлығы жақсы ғой, самый ең практичный машина. Бірақ отмена көп дегендей, экономда, комфортқа өше қазір оны шығарып тастайын деп жатыр. Ең ыңғайлысы бізде немене, пирожки сияқты сатылып жатыр қазір, ол Кобальт та. Сөйтіп алып таксовать етемін деген ниетпен Кобальт алып, кейін бір мезгілден кейін денсаулығы мүмкін жарамай қалды ма, мүмкін бір кісіге арендаға беріп шығарамай қалды ма, сондай адамдар көп болуы мүмкін. Себебі ондай тоқтамға не себептен келдік? Жаңағы сіздің видеоңыз дегенде шығып отыр ғой. Сол видеоңызды қарап қалсам, астында комментариялар көзім түсіп кетті да. Бір кісі жазып қойыпты жаңағыдай. Нексиям бар еді, төлей алмай қалдым, выкупқа сатайын дегенмін, аласың ба деп Мәкеге жазып жіберіпті да. Сосын мен ол кісілерге комментария жазамын астына, хабарласыңыздар деп. Кейін жаңағы Мәкеңе шығып, кейін бұл кісі арқылы да маған бірнеше адамдар шықты. Бірақ жаңағыдай кішкене түсінбей қалған екен да. Ол қалай болады деген сияқты. Біздер сондай адамдарға шамамыз келгенше көмектескіміз келеді. Қандай жолмен? Ол жердің әртүрлі варианты бар. Әр адаммен жеке-жеке сөйлесетініміз. Индивидуально дейді ғой. Себебі әркімнің машинасы әртүрлі болуы мүмкін, төлем деңгейі әртүрлі болуы мүмкін, және кредиттің көлемі әртүрлі болуы мүмкін. Бір кісілердің алғанына жарты жыл, біреуіне 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл дегендей. Сондықтан өзім бір таксиге мініп қалдым. Осы Астанада бір үлкен кісі екен, 60-тан асып кеткен. Кешеде айтқан едім ғой. Сөйтіп арендамен жүрген да. Сонымен әңгіме тартамын ана кісіні. Сөйтіп мен өзім негізі атымда машинам бар дейді. Сосын сұраймын, қайда машинаңыз, неге айдамай жүрсіңіз десем, ол машинаны төлей алмай банк әкетіп қалды сотпен дейді. Содан кейін сондай бір ойға келдік. Біздер сондай бір жаңағы такси саласында бұрын істеп жүрген болсын, істемеген болсын, сондай оймен алынған машиналар болса, негізінен Кобальт, Chevrolet Кобальт. Сөйтіп төлей алмай жүрген адамдар болса, қинап жүрген адамдар болса, біздер алуға дайынбыз. Ол кісілерден, яғни договорын жасаймыз, келісімін жасаймыз, барлығын акт қабылдау және автокөлікті беру актісін жасаймыз сол жерден, және нотариалды толық құжаттарын жасап, ол кісімен келісім жасаймыз. Ол кісі бізге қалай істейді? Ол кісі бізге машинаның кілті мен техпаспортын ғана береді. Сосын машинаның толық документін береді. Біздер ол кісінің кредитін полный жауап береміз. Және ол кісі мысалы манағыдай бір екі ай просрочкада болған болуы мүмкін. Енді безысходный ситуацияға былай айтқан кезде адам депрессияға түсіреді, әртүрлі жағдай бар дегендей. Біреудің уақыты болмауы мүмкін, біреуде денсаулығы болмауы мүмкін. Сол машиналар біздер аламыз. Ол кісі мысалы жарты жылға ма, 1 жылға ма бізге машинаны береді. Енді арендаға беріп тұр ғой бұл айтса. Біздер ол кісіні жаңағы проблемасынан арылтамыз. Ол кісі ақшасын машинаны бізге бергеннен кейін уже уайымдамайды. Кредит төленіп жатыр ма, қалай төленеді дегенде біздер өзіміз ол кісінің кредитін төлеп тұрамыз. Яғни ол кісіге де
үстіне азын жоғын кішкене қосып беріп тұрамыз дегенде ғой енді. Ол кредиттің мөлшеріне байланысты Иә, болады. кредиттің мөлшеріне байланысты машинаның состояниесі дейді ғой. Машинаның жалпы жағдайына байланысты, жалпы техникалық жағдайларына байланысты. Себебі кішкене машинаның жағдайы қиындау болатын болса, біздер енді оны жолға қоюларыңыз керек. Иә, біздер оған да ақша кетеді. расход жасаймыз. Себебі ол машина, автокөлік ол адамның денсаулығы ғой. Ол автокөлік біздер былай ойлаймыз, такси жаңағыдай айтып жатқандай ғой. Біз оңай машинаға отырып таксовать ете саламыз деп. Ондай емес. Автокөлік ол суық қару, егер қолдана алмасаң. Ал егер тиімді қолдансаң, әрине ол семьясын асырайды, басқалай плюсқа шығады, жағдай жасайды. Ал егер оны манағыдай техникалық жағдай дұрыс болмаса, машинада бір кішкене қиындар болатын болса, немесе манағыдай бір ұйқысы келіп машина айдайтын болса, ол суық қару да. Жаңағыдай үлкен соң последствиясы қиындау жағдайларға әкелуі мүмкін, соқтығысуы мүмкін, біреуді ұрып кетуі мүмкін, немесе біреудің мүлкіне зақым келтіруі мүмкін дегендей. Сондықтан біздер машинаны, автокөлікті алып, сол жағдайларын түзейміз де кейін біздер жұмысқа шығарамыз. Одан кейін жаңағыдай ғой, автокөліктің егесі бергеннен кейін уже ұмытады. Ол бір жыл ма, одан кейін жарты жылдан кейін ол кісі может жұмысқа кірді ма, денсаулығын емделіп шығып мен өзім таксовать етемін. Болмаса мен машинамның бір жерден ақша шықты, өзім жауып тұрамын депсе, шамам бар кредит төлегенге. Кез келген уақытта машинаны қайтарып беруге дайынбыз. Жаңағы басында қабылдап алдық қой, акт қайтарып жаңағы беру алу актімен сол екі ортада машинаның егесі арқылы жұмыс жасасуға дайынбыз. Мейірбек, мен сізді енді түсіндім. Кеше мен сізді түсінбей қалған екем. Сіз машинаны алғаннан кейін өзіңізге полностью алмайсыз. Жоқ. Уақытша ай сайынғы кредитін төлейсіз. Егер договорды бағанағы келісімде уақыт келетін болса, машинаның иесі тоқтатуы мүмкін, немесе сол келісім бойынша жалғастыруы мүмкін. Жалғастыруы мүмкін, өзі біледі. Сіз кредитін төлейсіз, ол әрине сомасына байланысты. И одан кейін үстіндегі қаражаты бар, машинаның жағдайына байланысты. Мен ойлағам, сіз барлық машинаны выкупать етіп аласыз, 30 ай, 40 ай, 50 ай кредитін төлейсіз, содан кейін машина өзіңізге қалады деп ойладым. Мен дұрыс түсінбеген екен. Жоқ, бұл жерде жаңағыдай себебі мен неге ондай, себебі мен сол кісілердің орнына өзімді қойып көрдім да. Егер мен кредит алсам, машина алсам, сөйтіп өзім кредит алып, жаңағы мен өзім таксовать етіп жүрем деген оймен алсам, сосын күндердің күні келеді, енді денсаулығың кішкене сыр бере бастайды, немесе басқа жаққа бір командировкаға кете бастайсың дегендей, сол кезде машина тұрып қалады. Ал оның кредиті үстіне қосылып жатыр, проценті бар, жаңағы бізде проценттер өте көп білесіздер, банкте 28-ден басталады автокредиттер пайызы деген. Сонымен ол біріншіден кредит тарихы құртылады, екіншіден ол манағыдай банк әкетіп қалатын болса, ол машинаны ары қарай сатып жарты бөлігін жабады да, ал бұл кісіде машина жоқ, бұл әлі қарыз болып тұрады да. Сондай жағдайдан гөрі маған манаға өтпелі кезеңде қиналып тұрған уақытта мен машинамды бере тұрып, мысалы Демежанға бере тұрып, ол кісі де пайдасын табады, біз де пайдасын табамыз, ешқандай бір ұтылыстық не жоқ, беспроигрышный болады да. Машинаның қауіпсіздік состояниесіне, жаңағы техника состояниесіне біз документтар алғаннан кейін толық жауап береміз. Ал егер де мысалы жоқ, мен қайтармаймын, сіздерге машина бердім, кредитін болыңыз жауап өздеріңізге ала беріңіз дегендер, ондай да бар ма? Ондайды да қарастырамыз. Оны біздер тізіміне сызып тұрған жоқпыз. Просто мен қазір мына жерде бәрін солай аламыз десек, түсінбей қалуы мүмкін. Ол жерде жалпы біздің талаптарымызға сәйкес келмей қалуы мүмкін. Сосын біздер ол кісілерге айта алмаймыз ғой. Ол кісілер айтады, сендер осылай алам деп айттыңдар, неге енді қазір олай деп жатсыңдар дегенде. Жалпы біз сөз бере алмай тұрмын да. Ұқтым, жаңа айтқанда индивидуально қарастырамыз, жеке қарастырамыз. Жеке келеді сіздерге договорын көрсетеді, банктағы қанша қарызын көрсетеді. Машинаны көреміз деген. Машинаның состояниесін көресіздер, уже келісесіздер. Одан кейін жеке келісеміз. Нотариалды түрде барлығын рәсімдейсіздер заңды түрде. Себебі машинаның егесіне де минус болмау керек, кәсіпкерге де минус болмау керек. Екеуінің арба сынбайтын, өгіз өлмейтін нұсқасын таңдауымыз керек қой, бір сөзбен айтқан кезде. Әрине, қазір ешкім жай жүрген жоқ қой, барлығы. Негізі қазіргі таңда барлығы өзін ойлап жұмыс жасайды, бірақ сіздің жұмысыңыз бойынша сіз маған жазған кезде маған ұнағаны, сіз өзіңіз пайдадан басқа, сізге қалатын пайдадан басқа, мынау кредитін төлей алмай жүргендерге өте жақсы екен. Себебі менде екі дәлел бар. Екі адам осылай машинасын алдырып қойды. Артынан біреуіне 3 миллионның үстінде қарыз шығарып берді. Өзі
біреу өзі апарып берді автосалонға, мен төлемейтін болдым, төлей алмаймын деді. төлей алмайтын болдым. И олар өзінің несі бар екен, әкеліп өткізсе осында есептейді, орта бағасын шығарады, содан кейін артынан 3 миллиондай қарыз болып қалыпты. Машина жоқ, бірақ 3 миллион қарызын. Бірақ басында 5-6 ай төледі. Ол ақша да жоқ. И одан кейін мынау екіншісі біраз төлеп жүрген адам 4 ай төлемеді, 4-ші ай алып кетіп қалды. Мен негізі айттым, олай болмайды, төле десем, жоқ, олай болмайды деді, әкетіп қалды. Мысалы, солар да қарыз болып қалды. Енді маған ұнағаны именно сондай адамдар болса, енді мен тек қана бір жолды ойладым, сізде қазір былай қарасам, несі көп екен, жолы көп екен. Жолы көп, әртүрлі жол. Тек қана бір адаммен емес, талай адаммен жұмыс істеуге болады екен. Болады. Ал маған ұнаған жері бағанағы именно сол екі дәлелді көріп тұрып сіздің жұмысыңызды қарадым. Сізде де пайда бар, ол кісіде пайда бар, қарызы жоқ, уайым жоқ деген сияқты. Кез келген уақытта ол кісі өзінің ықтиярында, яғни. Иә. Сол жағы ұнап, мен сізді осы неге шақырған тұғым. Жақсы болды. Мысалы, мен кредит алдым, 3 ай төледім, ары қарай жағдайым бір жанұялық жағдай болып қалды, кредит төлей алмаймын. Ертең процент өседі, 3 айдан кейін машинаны алып қояды, 90 күн просрочка болса, сіздерге хабарласам, сіздер менің машинамды қабылдап аласыздар, уақытша, мен уайымдамаймын, сіз оны күтесіздер, жөндейсіздер, сынса, сол қалпы маған қайтарасыздар, плюс еще ай сайын кредитімді жауып тұрасыздар. Мен жағдайым түзелгенде, мен сізге келдім, машинамды беріңіз дейсіз, машинаны қайтарып бересіз. И кредитім просрочка болған жоқ, и машинаға біраз кредит қалып төлегенге. Мысалы, мынандай жағдайлар болады. Менде таныстарда болған, кімнің досының атына кредит алғызады, көлік, досының атына кредит алғызады, өзі жоқ, енді марқұм болады сол кісі. Енді ана машинасын, енді ана кісіге ғой, ана кісінің атында. Ауда уже 2 көлігі бар мысалы. Мынау енді қайтадан банкқа өткізсе қарыз болып қалады. Жаңа сен айтқандай не істерін білмейді, мысалы сіздерге хабарласа алады. Не болмаса жаңағы күйеуі, әйелі болып бір құдай сақтасын, енді машина қалып қалды, кредит төлеу керек, машина айдайтын адам жоқ, бірақ үстінен процент қосып жатыр, банкқа өткізсең қарыз боласың деген сияқты, сізге уақытша келіп өткізуге болады. Жоқ, Демежан, тек қана уақытша емес, егер ол адамға ұнап қалатын болса, қазір өзі айтып өтті, уақыт келісім шарттың уақыты келгеннен кейін, егер мысалы саған ұнап қалды, 6 ай жұмыс істедің, кредитті ойламайсың, үстіне кішкене ақша береді машинаның несіне байланысты, и одан кейін сен ойлайсың, мен неге таксовать етемін, ана стресстің комнатасында жұмыс істеуім керек. Мен дальше мейірбекке өткізе салмайын ба деген сияқты тағы жалғастырсаң болады екен. Сол жақтарда жақсы екен. Себебі, бұл жерде дәке кешірім өтінем, негізі сөзіңіз болып жүрдім, айтайын деген ойымда тұрған кезде. Жаңағыдай ғой, енді адамдар жаңағыдай ойлайды да, мен такси алам, болмаса жаңағы 2 машина, 3 машина алам, арендаға берем, байып кетем деп. Ол дейтін не емес та, баюдың жолы емес та. Ол жаңағыдай нерв бар, лишний раз, өзіңнің расходың бар, денсаулығың бар дегеннен кейін. Бұл жерде біздер бұл жолды жалпы жүйелегенбіз. Бізде бір жалпы жүйе бар. Жұмыс жасаудың жүйесі бар, машинаға тех обслуживаниенің жүйесі бар. Біздер ол кісілерді алып, бізге ол оңайды. Бұл кісілер айтуы мүмкін, ол қалай ол машинаны біреудікін алып сетпекші деп. Біреудікінің арқасында пайда таппақшы деп ше. Мен енді қазір енді өздеріңізді білесіздер, Қазақстанда үлкен таксопарктер бар. 1000 машиналар бар, 1500 машиналары бар. Жалпы сол сияқты. Бірақ негізінен ол парктер орыс тілге көбірек ақпарат береді. Білесіздер ол? Орыс тілді. Жалпы парктердің негізгі ақпарат беретін орыс тілінде ақпарат береді. Ол бізде енді сәл өзіміз жалпы қазақ тілді аудитория болғаннан кейін, қазақ тілді аудиториямен етене араласқаннан кейін, ол бізді кішкене тоқтатады. Орысша деген сияқты мысалы. Себебі біздер өзіміз білеміз, такси саласында жүрген почти 70-80% қазақ тілді аудитория. Дұрыс па, Мәке? Енді мен енді сол себептен таза, бұл сіздерге кеше Мәкең айтқан уақытта, мысалы сіздер айтқан кезде маған да бір жағынан қуанып қалдым, зато барайық жігіттермен ашылайық, сөйлесейік дегендей. Бұл жерде мен ашық түрде ұсыныс айтып отырмын да. Ал бұл ұсыныс жалпы барлығына тиімді негізінде. Сондықтан білмеймін, енді жаңа айтқым келіп жатқаны, жаңа неден шығып кетті ғой. Ой, біреудің машинасын алып пайда таппақшы дегеннен кейін жаңағы біздер өте сондай
супер адамдармыз ғой негізі. Біреудің қалтасын Бір жерден, точно иә, есептеп береміз. Біреудің қалтасын санаймыз, Иә. сосын біреудің жаңағы сыртынан сөз айтуға немесе біреуді сынап мінуге дегендей. Бұл енді бірінші менің өзімнің ниетім таза. Екінші, менде біреудің артынан пайда тауып немесе завышенный сумма қойып, ондай менде ой жоқ. Ең бірінші ойым, мысалы, мен жағдай түсінгеннен кейін менде қаншама айналамда сондай адамдар бар. Уже біздер айналыс бастағанға дейін жаңағыдай фокус жасап алып кетіп қалған машиналарын. Қарыздар әлі бар. Ол біздерге батады да. Сондықтан неге біз олай жүруіміз керек? Оның да бір шешімі болу керек қой. Ол шешімі жоқ, ситуация жоқ та негізінде. Біздер сондай бір ұсыныс жасап көрейік деп сондай ой келді. Сондықтан енді кез келген адам бұл тек қана көбілтпен шектелуі мүмкін, бірақ қазіргі уақытта таза көбілт деп жатырмыз. Себебі бізден енді өзіміздің СТО-ларымыз бар, өзіміздің жаңағы осы көбілт, Nexia, жалпы Chevrolet автокөліктеріне арналған оптым дейді ғой енді. Сондай бір қоймалармен келісім шарттарымыз бар. Бізге көбілтпен әзірге жұмыс жасасу оңайырақ. Бірақ енді біраз уақыттан кейін басқа маркалы, қымбат маркалы автокөліктерді де қарастыруымыз мүмкін. Сондықтан кез келген ұсыныс болса да қарастыруға дайынбыз, яғни осы жерде айта кететін мәселе. Одан кейін біз автокөлікті аламыз. Енді біздер әрине таксиде жұмыс істейміз. Болмаса тек қана таксиде жүреді деген сөз емес, біздер ол көліктерді арендаға да береміз. Басқа бір кісі мысалы бір жұмыстармен келген болуы мүмкін қалаға. Көбілт енді ең акценттен, енді бұрын акцент болды, одан кейін акценттің орнын қазір көбілт бастады, ең доступный көлік. Қаланың ішінде таксимен жүргенден көрі, мысалы қыдырып Алматыға бара қалсам, немесе Алматыдан Шымкенттен келе қалсам Астанаға, машинаны арендаға алып, суткасының ақшасын төлеп, өзім жұмысымды бітіріп жүремін дегеннен кейін ол кез келген адамға ыңғайлы. Мен мысалы өзім сөйтем, басқа қалаға барған кезде машинаны арендаға аламын да. Ол маған да ыңғайлы. Мен өзімнің тарапымнан қарастырдым. Мен қалай істесем болады, мен сол кісілердің орнында болсам қалай істер едім, қандай жерден выход шығатын жолды қарар едім дегендей. Сондай жолмен осындай ұсыныстарға келді енді. Енді мен өз-өзімді көрермен ретінде қарап отырмын. Менде мысалы көлігім бар кредитқа. Менде туындайтын сұрақтар бар. Көрермендер, сіздерде сондай сұрақ туындауы мүмкін. Комментарийға жазу мүмкінсіздер. Но я вас опередил деген сияқты. Біріншіден, мынандай сұрақ. Мен Қазақстанның қай аумағында тұрамын? Мысалы, мен Өскемен қаласында, Семей қаласында, Түркістан қаласында тұрамын. Мен көлігім, сіздерге хабарлассам, сіздер қалай жұмыс жасайсыңдар? Сол мен көлігім қай қалада тұрады? Мен көлігім не істеп тұрады сіздерде? Сосын түсінген адамдар былай қоюы мүмкін. Мейірбек, сендер қандай пайда көресіңдер осыдан? Енді шыны керек, енді как неблаготворительный фонд, енді кәсіпкер болғандықтан да арасында өзінің пайдам бар. Шынымен қандай ол көлік не істейді, сіздер қандай пайда көресіздер, сол жайлы айтып кетсең. Енді біздер жалпы Қазақстанның қай қаласы болса да қарастыруға дайынбыз. Себебі қазір біздер енді ақпараттық заманда өмір сүреміз дейміз, барлығы онлайн жасауға болады. Даже договорлардың өзін онлайн, телефонға сообщение келеді, сөйтіп подписать ете беруге де болады. Бірақ сіздерге шығып машинаны көру керек қой. Машинаны көру керек. Біздермен бірінші ол кісілер хабарға шығады. Бірінші поэтапный если айтсам. Хабарға шығады, біздің менеджерлеріміз жауап береді, документацияларын жібереді, фото машинаның видеосын жібереді, чтобы барған кезде ожидание реальность болмас үшін. Машинаны көреді. Егер все осы машина болады десек, біздің менеджерлер баруға дайын. Немесе жақын қалаға болатын болса, ол машинаны өздері әкеліп берсе де болады. Өздері алып берсе. Бұл жаңағы айтып отқан индивидуально қарастырылатын мәселе ғой. Ал енді бізде машинаны бергеннен кейін ол кісі ДТП бола ма, басқа нәрсе бола ма, оның барлығын біздің өзімізге қалатын мәселе. Енді неден пайда табасыз дейсіз ғой? Ол да дұрыс сұрақ. Біздер енді машинаның кредитін төлегеннен кейін үстіндегі ақшасы бізге қалады да. Ол жаңағы бірінші машинаның техникалық состояниесіне қарау бар. Ол машинаға қарайтын мен бір өзім қарамаймын ғой, менің командам бар, ол кісілерге айлық төлеймін дегендей. Сондай үстіндегі түскен, ол енді күніге мысалы 2000 теңге, 3000 теңге үстінен түсті дегеннің өзінде бір айдың өзінде 100 000 теңге ақша табады. Енді мен примерно былай санап отырмын. Ол әртүрлі арендамен береміз, таксимен дегендей. Осылай пайда табады, соответственно, маған да жақсы, машина егесіне де жақсы да. Машина таксиде жұмыс істейді. Таксиде жұмыс істейді, былайша да арендаға береміз. Былайша арендаға береміз. Жұмыссыз тұрмайды да. Жұмыссыз тұрмайды.
Жоқ, Демежан, бұларда мен түсінгенім бойынша жалға береді ол машинаны. Әрине үйіне алып келіп бір жерге қойып оған жай ғана кредит төлемейді. Бұлар өзінің пайдасы бар. өздерінің пайдасы бар. Олай миллиондап емес, әрине. Өзінің кішкене бар, соны барлығын жинайын деп жатыр. Қазақстан бойынша білесің бе, қазір қанша адам кредит төлей алмай жатыр. Сондайлардың барлығын кішкене алып, бағана күндігіне болған қалса 500 теңге қала ма, 1000 теңге қала ма, соны бұл бағана айтты, жүйе деді ғой. Сол жүйе арқылы барлығынан жаймен ақша тауып, соны жинау барлығын. Солай. Ал бұған да пайда, бағанағы төлей алмай жүрген адамға да пайда. Негізі бұған қарағанда, мен өзім ойлаймын да, бұған қарағанда анау төлей алмай жүрген адамға қаншалықты пайда екенін айтып бере алмаймын. Себебі біріншіден ойламайды. ДТП болса қазір өз айтты, кредитін төлейді. И одан кейін бұлар өздері тез шығарады, себебі тез арендаға беру керек, ақшасын шығарады. Сондай сұрақта өзіміздің интересіміз. Мен сізге машина бердім. Бір ай жүрді, сіздерде кредитін төлеп беріп отырсыз, бір водитель жалға алды бұл машинаны и ДТП-ға түсіп қалды. Сол жағдайда не болады? Двухсторонний страховка деген бар бізде. Сол сақтандыру полисі арқылы қалпына келтіреміз. Егер мынадай сұрақ туылуы мүмкін, ДТП болғанда өте қатты ДТП-ға түсуі мүмкін. Енді ол кредитте тұрған болса, ал машина қатты ДТП-ға түсетін болса, оны каска өзі жабады. Енді ол машинаның жылына жүргеніне неге байланысты. Немесе жаңағы страховка жабады да. Жалпы халыққа түсінікті болу үшін айтып жатқан. Страховканың екі түрі бар ғой. Жаңағыдай міндетті страховка бар. Жаңағы машинаны рөлге отырғаныңыз үшін сіз сақтандырасыз. Екінші каска, ол машинаны толық сақтандыру деген сөз. Манағыдай машинаны угон жасап кеткен уақытта өртеніп кеткен болуы мүмкін бір кісінің машинасы, немесе бір кісінің машинасы қатты ДТП-ға түсіп, жарамсыз күйде дейді ғой, 80%-дан жоғары, 70%-дан жоғары. Мысалы, жарамсыз күйге түсетін болса, оны страховкасы толық жабады. Сол үшін страховка төленеді кредит алған кезде. Енді бізде жаңағы Қазақстанда айтып жатқанымыз өте үлкен закредитованность. Бізде қазір без первоначального взноса береміз деген бар. Ол да жаңағы біздер машина тегін беріп жатқандай жүгіреміз да. Оның алуы бар, мініп жүруі бар. Бір-екі айдан кейін оның қайтарымы бар да. Сол жағы бізге қатты мен өзіме батады. Себебі біз ойлаймыз да, ой, аламыз қазір үйіп тастаймыз деп, әр өмірде әртүрлі жағдай болады ғой. Сондықтан машинаны алғанның өзінде де жақсы есеппен, енді жолдас болса әйелімен ақылдасып, именно осы саланың ішінде жаңағы автокөлік мамандарымен ақылдасып, бұрын кредит алғанмен ақылдасып, жетір төлшеп бір рет кескенін дұрыс деп ойлаймын. Әрине. Егерде тағы сұрақ, мысалы машина ДТП-ға түсіп қалды, жөндеу әрекетіне 1,5 ай кетті, қалпына келтіру үшін. Осы 1,5 айда мен кредитін төленіп тұра ма? Бір айдың кредитін төлейміз. Екінші айдың кредитін, енді ол машина безделі тұр ғой. Оны біздер уже сол келісім бойынша машинаның егесін төлесеміз. Себебі маған да мен соны ұрық жаңағы басында айтылғаннан. Енді машина енді қатты зақым келмесе бір аптада жөндеп тастауға болады. 2-3 күнде ғой. Даже 2-3 күнде. Қазіргі таңда машина көп Қазақстанда өте. Кішкене майда нелерге, даже бамперін, мысалы бампер дейсе, тастап кетсеңіз, ертесіне қойып береді даже. Ондайлар бар. Ал үлкен болса, бағанағы мен ойлаймын, бұл кісі ұзақ неге қойып қоймайды. Өзі айтып тұр, жүйе бар. Бұларда демек жөндеу нелер орталықтары бар. Сол жерге кіргізеді, міндетті түрде тез шығарудың әрекетін жасайды деп ойлаймын. Бірақ бұл жерде бізге қатысы жоқ факторлар да бар да. Себебі Алматы, Астана қалаларында, негізі Астана қаласында қысқы кезінде ДТП көп болады, білесіздер. Сол сияқты қыс кезінде жаңағы әкімшілік соттың уақыты да созылады. Бір айдан бастап, даже 2 ай, 3 ай созылып кетуі мүмкін. Машинаның простой уақыт көп болып кетуі мүмкін. Ал мысалы, ол әртүрлі ДТП-ның дәрежесі бар ғой. Жаңағыдай бамперін сызып кетуі мүмкін, немесе қатты соғып қалуы мүмкін деген сияқты, немесе басқа көлік соғып қойып, ішіндегі адамға зақым келіп қалуы мүмкін, Құдай сақтасын. Сондай жағдайда машинаны штрафстоянкаға қамалады. Штрафстоянкадан қай кезде шығады? Штрафстоянкадан әкімшілік сот бітеді ғой. Содан кейін ғана шығады. Әкімшілік сотты күту керек болады ондай жағдайда. Ол енді бір 10-нан 1 жағдай ғой. Сіздерде жағдай ондай пример бар ма? Бар, ондай примерлер бар бізде. Мысалы, бір ай, 1,5 ай тұрған кездер болды. Кім машина беріп қойған иесі? Жоқ, ол біздің өзіміздің. Өздеріңіз машина бар. Сондықтан біз сағат не қылған жоқпыз.
сізде опытыңыз бар, өйткені өздеріңіз Иә. машиналарыңыз бар, ДТП мен опытыңыз бар. Иә. Енді сізге біреу кредиттағы машинаны сізге доверять етсе, сеніп берсе, сіздер уже білесіздер қалай Иә, жұмыс біз істеу білеміз, керек. иә. Сізде жаңағы алгоритм деді ғой, Иә, жүйе бар деген. жүйеміз, біз уже Жүйелеріңіз бар. бір екі қадам алға қарай ойлап тұрамыз да. Иә. Себебі жаңағыдай ғой, жай ДТП болса сот бір айдың ішінде болады. Ал егер біздің водительдікі дұрыс емес болып, басқа қарсы жолаққа шықты ма, мүмкін басқа машинаны соғып, бұл айта кететін жағдай да. Екінші машинадағы адам зақым келетін болса, оған скорый келетін болса, және ол кісі скорыйге апарып жедел жәрдем арқылы больницадан ем алатын болса, оның соты 2 есе созылады. Кейінге қалдырылады ғой. Себебі ана кісінің денсаулық жағдайы бар дегеннен кейін, ол кісінің қалпына келу бар дегеннен кейін әзірге іс қаралмайды. Сондықтан ол созылып кетуі мүмкін. Ал енді ұсақ-түйек ДТП енді бола береді. ДТП болмайтын жер жоқ ше. Бүткіл жерде ДТП болады. Көлік болғаннан кейін ДТП болады. Такси болғаннан кейін ол машина 24 сағат линияда болғаннан кейін енді 15 сағат как минимум жүреді ғой. Яндекс 16 сағат кілтегенше. ДТП ол просто айта кететінім, бір кісілер маған өткенде жазды. Ол қалай ол ДТП болмау керек қой дейді да мәке. Қалай ол ДТП болса, менің машинам ертең ДТП болса не болады сонда? Сосын мен айтамын, аға, сіз машинаны алдыңыз. Бұл сіздің бір орында тұрған зат емес қой ол. Ол қозғалады. Қозғалғанда оған әртүрлі жүргізуші отырады. Ол бір жүргізуші бірінші фактор. Қалған фактор бар ауа райы. Мысалы Астанада білесіздер, мысалы 2 күн сайын боран соғады қыстың кезінде. Өте қатты боран соғады. Бұршақ жауып, біраз машинаның зақым келді. Бұршақ келеді, ал манағыдай боран жағдайда тариф көтеріледі. Ол кезде таксистер арқасы қозып үйде жата ала ма? Ондай кезде шыққысы келеді да. Ал одан ешкім сақталмаған. ДТП-дан даже супер профессионал водитель болса да, одан ешкім сақталмаған. Занос болуы мүмкін, көрмей қалуы мүмкінсіз. Біреу келіп соғуы мүмкін. Сондықтан одан ешкім сақтандырылмаған. Енді ДТП жағдайды всегда әрдайым қарастырылады. Жаңағыдай жеке қарастырамыз, сөйлесеміз. Машина ДТП болған жағдайда. Енді біздер енді көріпкел емеспіз, айта алмаймыз. Қазіргі мысалы бір машина болуы мүмкін, ана кісінің зақымы болуы мүмкін, сотқа созылып кетуі мүмкін. 3 ай болып кете ма? Мысалы, енді максимум сол машина шығам дегенше 3 айға аяққа тұрып жұмысқа шығып кетеді ғой машина. Ал негізі сол өзіміздің жаңа мәкең айтып жатқанда біз өзіміздің интересімізде машина жаңағыдай егер біздің водитель неправ болған жағдайда біз бірден машинаны техникалық станцияға апарып шығаруға тырысамыз. Себебі страховка ар жақта жабады да болды. Түсінікті. Енді мен көрермен болсам, егер де мен кредит төлемей жатсам, жалпы общий демекші, керекті сұрақтарға жауап беріңіз. Енді ары қарай индивидуально қарастырамыз, және де достар осы видеоның астына пікірлерін қалдырсаңыздар болады. Сұрақ ретінде сіз кіріп шығып, әрине жауап беру толық сұрақтарға жауап беріледі. Толық сұрақтарға жауап беріледі, және де телефон номері бар, WhatsApp номері бар. Бәрін осы видеоның астына сілтемесінде қалдырамыз. Хабарлассаңыздар болады, достар. Егер де кредиттағы таныстарыңыз болса, таныстарыңызға айтыңыздар. Өздеріңіз көліктеріңіз болса, осындай жақсы, әр қазағыма өте жақсы көмек істеп жатыр. Жұмыстарыңыз алға бассын, әр қазағыма жақсы көмек. Жоқ, Демежан, сен қазір айтуың бойынша тек қана кредит төлей алмай жүргендер. Енді сенде бәлкім ондай сұрақтар болмаған, маған сондай сұрақтар. Екеулері сол бизнес саласында жүрсіңдер ғой, мен қайда білген. Сондай сұрақтар келген. Мен ондай бизнеспен айналысып жатырмын. Бірінші Кобальт ал. Бірінші Nexia бар ғой, R3 ма? Соны алған бір кісі, одан кейін комфорт өттім деп Кобальт алған, Кобальттен кейін Nexia-ны қайда қойған одан кейін? Жоқ, оны арендаға беріп тастады қызығып. Сосын Кобальт алды да, Кобальттан кейін тағы ана ақша алып келіп жатқаннан кейін Кобальтын арендаға берді, өз Цератаға отырып алды. Енді ол кісі бизнесмен, комфорт плюста бір күн шығады, 2 күн шықпайды. Солай жүрген кезде 2 Кобальты состояниесі бағана сіз айтып тұрсыз ғой, сіз жүйе бар, білесіз, тексересіз, мына бір жері кете жатыр, оны жөндейсіз. Ал ол кісі олай жасамаған. Машинасы сынады, өз жұмыс істемейді, бір күн жұмыс істесе, 2 күн жұмыс істемейді, жатады. Сондай комментариялар келді маған. Содан кейін соңында 2 машинасы, 3-ші машинасын өзі әрең төлеп жүр. Алдырып қойғандар бар. Ал сосын соңында арзан сатып жібергендер бар. Мен осы
бизнеспен арендаға беру бизнесін айналысамын деп айтқаннан бері маған күнде әртүрлі комментарий келеді, ұсыныстар келеді. Алматыдан бір қыз хабарласты, номерімді алыпты, өтініш, маған хабарласпасаңыз болмайды. Номерін жазсам, машинамды өткізе алмай жатырмын. Kia Cerato, ол кезде ең пикке шыққан кезі ғой. Анау даладағы машиналар салоннан қымбаттап кеткен кезі. Сол кезде бұл қыз Kia Cerato 2021 жылғыны 12 миллион бірдеңеге алған. Сондай еді. Иә, одан кейін соғып алғанда енді ешқайсы не істемейді, өзі таксовать етуге қорқады, салонға апарса 9,5 миллион. Ар жақтағы әлі ештеңе төлемеген, 2 ай ғана. Сосын маған хабарласады, өтініш, соны выкуппен берсем қалай болады. Выкуппен бергеннің өзі бағанадай, оны выкуппен бердім, болды, жата беруге болмайды. Бағана сіздік сияқты жүйе болу керек. Қадағалап отыру керек, көру керек, күнде тексеру керек. Бірден ескелі жатыр ма, оны жөндеу керек, себебі бір сынып жатқан зат, қазір мынау сынып қалса, мынаны алмасаңыз мынаған су кіреді, мынау да сосын мынаны да ауыстыруға тура келеді. Сол сияқты бағанағы сөзіңді бөлгенім, тек қана кредит емес, бағанағы наличалық қойғандар бар. Үйінде өзі немен жүреді, екінші машина уже артық. Ол ақша қазір сатайын десе, қазір сауда жоқ. Өзің білесің, себебі Қытай қаптап кетті. Ұқтым. Мысалы, мен сияқты, мысалы, мен де көлігімді арендаға беріп қойайын ба деп отырмын. Міне сен, например. Тұрып қалса не істеймін? Осындай мне компания бар кезде уайымдамай, мысалы, сіздерге бере алам көлігімді, сіз маған келісімшарт бойынша ай сайын ақшасын беріп отырасыздар. Міне сенің кредитің жоқ, сен барлық пайда ала аласың. Сен өзің ақша таптың, рассрочка, қазір рассрочкаға өте көп, автосалоннан өзіміз бардық салонға, сен машина алып алдың, жарты ақшасын мынау төлеп отырады. Машинаң өзіңдікі. ДТП болса уайымдамайсың. Енді бағана 1,5 ай болған кезде олмен хабарласасың, сен түсініп тұрсың, ол бұл кінәлі емес, бұның жүргізушісі кінәлі емес, сондай случай болып қалды, ол сенімен де болуы мүмкін еді. Кез келген адаммен. Сол үшін соны сөйлесесің, тағы ары қарай табыс таба бересің, ар жақтағы рассрочкаңды сенің өзің терлеп тапқан машинаң төлеп отырады. Еңбек не қылады. Бұл жерде жаңағыдай не бар? Тәке, мысалы сіздікі өзіңіз наличный машинаңыз, дұрыс қой. Ондай жағдайда біздер рыночный нарықтағы бағасымен санаймыз. Яғни машинаны техникалық станцияға апарып, толық қарап, нарықтағы бағасымен пайызын береміз да енді. 30%-ға дейін, 30-35%-ға дейін. Жаңағы біздің ұсынысымыз, жаңағы қарындасымызбен Дәкеңнің мысалы проблемаларына шешім, өте жақсы шешім. Себебі мен өзім басында қойып көрдім ғой, осындай машина болса не істер едім дегендей. Солай мен выходты көрдім. Енді мысалы бұл жерде манағыдай айтып кететін выкуп деген нәрсе бар ғой. Мен өзіме негізі выкуп деген нәрсе аса қатты ұнамайды. Неге? Себебі маған өзіме көп, мен өзім андай менеджерлер арқылы сөйлескеннен гөрі жүргізушілермен жеке сөйлескенді өзім құп көремін негізінде. Кейбір жүргізушілер өзі жеке проблемаларын айтады дегендей, басқалай, мен өзім жеке сөйлесем да. Сонда көп ұсыныс айтады маған, выкуппен бер, выкуппен қашан бересің деген сияқты. Ол мен айтам, выкуппен берсем саған қымбатқа түсіп кетеді. Бұл бірінші. Екінші, сен ертең оны төлей алмайсың. Жақсы бір 2-3 ай төлеуі мүмкінсің. Одан кейін сосын төлей алмай проблема болады. Ол машина мен саған уже договормен бергеннен кейін мен сенен алып қоя алмаймын. 10 күн, 1 ай кешуі мүмкінсің. Оның машинасын кредитін кім төлейді? Ладно, сен 1 ай мойнында қарыз болып қалды, сен қайттан бере бастасың, ортада үлкен дыра пайда болды. Сондықтан ол бізге тура келмейді деймін да. Бұл жерде бұл біз әзірге выкупты қарастырмаймыз. Себебі енді онымен қазір мен аса қатты айналысқым келіп жатқан жоқ. Себебі не үшін ұнамайды, себебін айтайын енді. Себебі қазір бізде негізінен кісілер сондайға үйреніп алған да. Манағыдай выкуп, кеше маған бір кісі тоже звондап хабарласты да, WhatsApp-қа жазды. Мен выкупқа беремін дейді. Жақсы выкупқа береді дегенсіз қанша десем, 19 миллион дейді көбілді. 4 жылға. Енді санаңыздар, күніге қаншадан төлеу керек. Еще ол жөндеу керек оны. Иә, жүргізуші жөндейді. 4 жыл бойы 14 мың теңге ме, қателеспесем мүмкін төлейді. Айына 2 күн демалыс беремін дейді. Сонда мен айтам,
сонда водитель ойламайсыз ба деймін да. Мгм. Оның да бала шағасы бар. Ол да еріккеннен қазір ешкім таксовать етіп жүрген жоқ. Мгм. Енді оның егер кредитный историясы дұрыс болса, Мгм. ақшасы болса өзі ұрып алатын еді ғой соны. Иә. 7 миллионға. Рыночный стоимости қазір кобальт салоннан шығып бір ай айдалғаннан кейін 6 миллион бағасы. Колесода тұр. Келісіп, егер машинасы егер срочно ақша керек болатын болса, одан да арзанға бере салады. Мен айтамын, сен кішкене бүйтейді маған, маған бәрібір ғой, біреу төлей алмай қалатын болса, басқасына беремін, тарқылдап күледі ше маған. А бұл уже мен өте чрезмерно проценті көп адамның ақысына кіру деп білемін да. Ал менің түсінігімде выкуп деген нәрсе ол мынандай. Мысалы, қазір бағасы 7 миллион бұл кобальттың. Мен үшін жылға шағам да. Мысалы, ақшаның девальвациясы бар ғой, бізде Қазақстанда 15% девальвация болады. 9-да 8-бен 15%-тің арасында, ресми статистика. Ал менде пайда көргім жоқ қой машинадан. Мен 30-35% үстіне қосам жылына. Сосын 3 жылда қанша 100% бола ма? Жаңағы 6 миллионның машинасы 12 миллионға выкупқа беретін едім. Ол өте арзанға түседі. Ол мен примерно 6 миллион деп айтып отырмын. Ол 7 миллион болуы мүмкін. 7 миллионның машинасы потолок 11,5 ғой. Мен қазір есім дәл жоқ. Мен жазған не қылған едім. Дәл есімде жоқ. Мен де аналардың айтқандарына қарап ақылға сиятындай санамен санадым да. Ақылға сиятындай ценамен санасам 10-11 мың теңге болу керек. 4 күн демалысымен бірге мысалы. Қазір біз арендамен жүрміз ғой. Ал одан ары қарай көп жасау ол бір жағынан кейбір енді кәсіпкерлерінде бәріне топырақ шашылмайсың. Ешкім енді еріккеннен неғып жүрген жоқ қой. Өзінің бас пайдасына қарай барады да. Даже мен Шымкентте сондай жағдайларды білем. Нексия бар ғой. Сол Нексияны төлеп бітуге 3 ай қалған кезде машинаны алып қойған. Неге? Кредит төлеу или? Иә, жаңағы выкуп қалған ғой. Иә. Выкуп қалған первоначалка 300 мың теңгесін ба, 200 мың теңгесін ба береді первоначалка. Сосын ол 2 жылға выкуп қалған ол кісі. Төлеп келеді ғой. Төлеп келеді де 3 ай қалғанда ма, 4 ай қалғанда ма төлей алмай қалады, проблема болып. Ал договорда жазып қойған екен, сен егер бір күннен кейін ба, бір аптадан кейін ба, қателеспесем, дәл есімде болмай тұр. Төлемесең, машинаның хозяйының сенен алып қоюға құқығы бар деп. Сөйтіп машинаны алып қойған. Ана кісі қателеспесем бір 11 ма, 10-12 күн ба төлемеген. Төлей алмай қалған. Енді ешкім төлемейін деп төлемейді емес қой. Бір себептер болады ғой. Сөйтіп төлей алмай қалған. Сөйтіп машинаны алып қойып басқа біреуге беріп жіберген. Тағы 24 айға. Дәл солай. Иә. Қандай пайда көріп отыр? Иә. Масқара ғой. Мен сондықтан мен ешкімнің ақысына кіргім келмейді. Маған бәрі әділетті болған дұрыс, шамасы келгенше. Себебі менде ол қаймана қазақты қанағым келмейді. Мен ол қанағанмен мен пайда таппаймын да. Мен біреудің артық әңгімесін мүмкін есту мүмкін, немесе басқа бір қара ниетті адамдардың несіне тап болуымыз мүмкінбіз. Именно ол менің жеке басыма да қатысы жоқ. Бұл жалпы қоғамдағы бар ақиқат та. Сондықтан мен ол жүрегіме тиеді да, мен ондай нәрсемен қазір байланысқым келмейді. 11,5 миллионның өзіне бергеннің өзінде мысалы біз машинаны бір ай төлемей қалғаннан кейін алып қоюымыз, 20 күн төлегеннен кейін біз алып қоюымыз керек қой машинаны. Ал маған ол керек па ертең? Бір кісі келеді, мысалы, бір жігіт келеді 30-35-ті мысалы енді айтып жатырмын. Ол кісі первоначалкасын береді, төлеп келеді. Уже 2 жылға мысалы выкупқа берсек 1 жыл төлеп тастады. Ал 1 жылдан кейін төлей алмай қалды. Мен ол кісі машинаны мен адами тұрғыда алып қоя алмаймын. Документарно алып қоюға құқым болуы мүмкін. Бірақ мен адами тұрғыда алып қала алмаймын оны. Ал бұл жерде бірінші ұтылатын кім? Бірінші ұтылатын кәсіпкер ондай жағдайда. Ал егер мен машина алып қойсам, ана кісінің 1 жылдық еңбек далаға кетеді, просто аренда сияқты болады да. Ал оған дейін біз енді қазақтар енді неміз ғой, тойшыл қауымыз, оған дейін тойға баруы мүмкін, той томалаққа барған болуы мүмкін, мен машина алып жатырмын, оған көрімдік берген болуы мүмкін. Мысалы қайын жұрты, ой мен мысалы или там біреу мен балам машина алды, анау мынау деп мақтанып жүрген болуы мүмкін. Жақсылап енді ол бізде бір әркімнің, әр адамның өзінің жеке басына лайықты жетістігі бар. Біреуге мысалы қазір далаға шығып немесе бір жақсы бір Зарадан мысалы кроссовка алған жетістік болуы мүмкін. Біреуге бір сол сияқты машина алған жетістік болуы мүмкін. Сондықтан біздер олай мен выкуп жайында әзірге сондай себептерден кейін, ол себеп көп қой, себептердегі факторлар да көп. Сондықтан басымды асаға түскім келіп жатқан жоқ. Тек арендаға берейік, себебі мен де біліп тұрмын аренда екенін, ол кісі де 100% сезініп, осознанно осыған келіп тұр. Сондықтан біз де бір-бірімізді түсінеміз.
өте дұрыс. 3 айдан кейін басқа жұмыс болса машинаны жаңағы тапсырып жүре береді менің деген түсінігімде сияқты. такси қызмет бұл переходной Иә. ортадағы. Ал негізгі кәдімгі ярый таксисттер дейді ғой, ондай адамдар бар. Мен мысалы ондай кісілерге өзім премия беруге тырысамын, бірақ басқа таксистерге айтпаймын оны. Енді мысалы менің қол астымда мысалы 10 таксист болатын болса, соның ішінде 2-і ярый таксисттер бар мысалы. Мен ана 2-іні мысалы айына бір 10 мың теңгеден берсем, мына кісілер ертең естісе оны, қалған 8-і бірі кетті, бізге не алып бермей үшін жұмысқа шықпай тудырса деген әңгіме пайда болады. Ол негізі уже ақысына кірген болады да ол кісілердің. Барлығы бірдей жұмыс жасап жатыр көлемде. Бірдей көлемде. Таңертең сағат 8-де шығады, кеш сағат 12-ге жүреді. Көлемі бірдей. Жұмыс объем работы. Жаңағы тарифтер де бірдей. Бірақ мына кісілер более от души жасайды да. От души жасайды. Заказ бермейтін жерге барып отыра бермейді. Иә. Келеді. От души жасайды. От души машинаға қарайды. Және соны ұзақ уақыт істеп келеді. Ал менде мына 8 водитель апта сайын, 2 апта сайын, может, әр кетсе 2 айдан кейін ауысуы мүмкін. Бір таксистердің мысалы ұзақ өмір сүру уақыты 2 ай жарым. Орташа айтқан кезде. Иә. 2,5 айда шаршайды. Иә. Енді адам шаршайды ғой. Такси, яғни таксист болудың өзі бір адамның бір ыңғайы болады ғой. Сондай бір ыңғай керек. Талант керек қой. Жаңағы неше түрлі стрессті устойчивый болу керек. Мана неше түрлі адамдар әңгіме айтып жатады. Әртүрлі оқиға болады, ДТП болады. Мысалы, Астананың 40 градус қақаған аязында көшең қағырсың, ДТП боласың. А сен таңертең азанда үйден шыққан кезде білмейсің ғой алдында не күтіп тұрған. Жұқа киініп шығуы мүмкінсің. Сөйтіп қаншама ауырып қалған балдар болды. Оның барлығы соңында жиналып адамның депрессияға келеді да. Қазіргі таңда оның бәріне мықты болу керек. Қазіргі таңда әр таксистке бір психолог керек. Иә. Барлығын жинап бір курстан өткізу. Қиын жұмыс деп айтайын дегенім ғой. Таксистің жұмысы оңай емес. Сол сияқты ол бағанағы айтқанда 2,5 ай, егер бағанағы біздің айтуым бойынша қасқыр болса, ол 5-6 айға барады, содан кейін өзінің әрекетін жасайды. Ол алғаннан бері өзінің әрекетін жасайды. Просто оны ойластырады, қарастырады, қай жағы ыңғайлы деген сияқты. Ұзағы бағана 6 айға дейін. Бағанағы сөзіңізді айтып кетейін, выкуппен мен 2018-ден осы былтыр 23-тің августіне дейін айналысқам. 5 жыл өзіңіз бергенсіз? Өзім бергем. Сол уақыт ішінде 16 машинам болды, 2 өзімде, қалған 14-і выкупта. Қазіргі таңда мына былтыр уақыты келген, августта ма, июльде уақыты келген, әлі оформление жасамаған водитель. Өтіп кетті. Себебі штрафы болды, штрафын кредит алып жапты, соны жауып жатырмын. Себебі хозяинның атына машина оформление жасау керек, косяк бұныкі, солай істеп енді созылып жатыр. Сол себепті выкупқа мен тоқталайын кішкене ғана. Берсеңіз бағана сияқты сіз алып қоя алмайсыз, дәл сол сияқты мен болған. Келісім шартта 3 күн деп жазғам. 3 күн төлемесеңіз машинаны алып келіп қоясыз. 1 апта күтем. 1 аптада 10 күннің ақшасын алып келесіз, содан кейін қайтадан алып кетесіз. Соның барлығы жазылған. Маған сондай водительдер 1,100,000-ге дейін қарыз болып, содан кейін амал жоқ машинасын алған адамдар бар. Артынан не дейді, білесіз ба? Сізді жақсылап тұрып, менің ақымды жеді. Ол менің машинам еді. Оған мен қанша ақша құйдым деген сияқты әңгімелер артынан жауылады. Бірақ мен 4,5 ай күтіп, одан бұрын папа мамасы қайтыс. Оны ескермейді дейсіз. Ешқайсысын ескермейді. Ең соңында сен машинаны амал жоқ аласын, айлап тұрады үйде. Себебі өткізе алмайсың, анау ақша алып келіп қалса беруің керек. Сондай кезде қиындықтары аренданыкіне қарағанда выкупта өте көп. 4 айдыкі мен өз қалтамнан төлеп кредит. Арендасы тыныш дейсіз ғой? Аренда тыныш. Сол жағы бар деп ескертіп кетейін дегем. Мейірбек, енді кредит төлей алмай жатқан адамдар, не болмаса машинасын сіздерге тапсырып беріп, табыс көрейін деп, арендаға артық машинасы болса, или сіздерге тапсырып беріп, сіздер ақша тауып көріп, бірге көмектесіп тапсырасыздар, ақысын бересіздер, өздеріңізде пайда көресіздер деген сияқты. Ал егерде мынандай адамдар болса, ақшам бар, бизнеспен айналысу қорқам, инвестор болайын, машина сатып алайын, сіздерге берейін дегендер болса, ондай адамдармен жұмыс жасайсыздар? Біз ондай нұсқаны да қарастырамыз. Бұл жерден жаңағыдай ғой, девальвация көлемі бізде 10%, примерно 12-13 жыл сайын. Ал бізде депозиттер қанша процент береді? 15, Каспий 15, сондай береміз жыл сайын.
14. 14% береді. Ол енді девальвация жеп қояды ғой. Бұл жерде енді негізі инвестор болатын адамға салатын бағыт өте көп. Бірақ біздер бір нәрсеге анық тұрамыз, бір нәрсеге анық сенімдіміз. Такси саласы ол өте қазіргі өте тез темппен дамып кеткен сала, бағыт. И ол өте үлкен бизнес. Бизнестің бір түрі. Және ешқашан тоқтамайды такси. Доставка, жеткізіп беру қызметі болсын, жаңағы такси қызметі болсын, басқа бір салаларда қиындық бизнес тоқтаған уақытта такси саласында выходтан шығатын өте жол көп. Сондықтан егер қаржылай инвесторлық танытам деген адамдар болатын болса, бізде ол ұсынысқа ашықпыз. Жаңағыдай ол енді қаржының көлеміне байланысты жылдық үстемақы пайызы әртүрлі. 30%-дан жоғары береміз, яғни. Бір кісілер 10 миллион болуы мүмкін, бір кісілер 40-50 миллион болуы мүмкін деген. Сондай жағдайда біздер пайызын жеке сөйлесеміз. Себебі өте үлкен пайыз болса, өте үлкен суммаға қайтару деген бар ғой, жаңағыдай ғой. Машинаны арендаға кредитке аласың, оны қайтару бар дегендей. Дәл сондай бар да бұл жерде де. Ол ақшаны алып, әлі еще ол ақшаны освоить етуге уақыт кетеді да. Соның бәрін жеке сөйлесеміз да. Мысалы 50 миллион болса, біздер оны 1-2 ай ол ақшаны іске асыруымыз мүмкін. Бірақ ол уақытта дивиденд бермей, басында каникул дейді ғой енді. Сондай каникул алып, сонда бір бағыттарда ұсынысымыз болғанда дайын тұр негізінде. Бірақ енді оны пока әзірге қозғамаймыз деген ек, бірақ енді сіз сұрақ қойып отқаннан кейін ондай ұсынысқа да ашықпыз. Яғни ақшамен берем дегендерге ақшамен, егер автомен жаңағыдай машинам бар дегендерге ол кісілерге де ашықпыз. И гарантия сұрауы мүмкін. Жаңағы ақшасы бар кісілер. Біздер ол кісілердің сомасына 50%-ға дейін гарантия беруге дайынбыз. Яғни залог қоюға дайынбыз. Бірақ ол кісіге біздер толық бизнес модельді көрсетеміз, сандарды, цифрларды көрсетеміз, жылдық, 2 жылдық, 3 жылдық, ол қанша уақытқа ол кісі сол ақшаны құюға дайын. Мысалы бір кісілер 3 жылға дейін мүмкін, біздер сол 3 жылдық стратегияны көрсетеміз, ақшаның оборотын көрсетеміз, сонымен біздер ол кісімен ары қарай берге жұмыс жасайық, дайынмын десе, бізде дайын жұмыс жасауға. Менде мынандай сұрақ туындайды. Мен мысалы 10 миллион теңгем бар қалтамда. 10 миллион теңгем бар. Мен сіздерге 10 миллион берген тиімді ма? Или қолдан 5 миллионнан, жарайды, бір 2 миллион қостым деші, салоннан 2 кубальт алдым да 2 кубальт сіздерге бере салдым. Қайсы тиімді? Өте жақсы сұрақ. Негізі адамдарға машина алып бере салған оңай сияқты көрінуі мүмкін. Бұл жерде ал маған салса, егер мен ақшам бар, машина берейін ба, ақша бер десе, мен ақша бер деп айтатын едім. Себебі ол ақшаға мен өзім таңдап жүріп қалаған машина аламын. Мен мүмкін кобальт алуым мүмкінмін, мүмкін мен элантра алуым мүмкінмін, немесе басқа нәрсе алуым мүмкінмін. Бұл жерде бір шектеу болмайды да. Менің қандай машина алсам да өзім білемін. Ал соответственно, егер элантра болатын болса, ол комфорт плюс болады Астанада, ол көбірек ақша табады. Ал кобальттың шектеуі бар. Түсіндіре алдым ба сіздерге? Ол сондықтан егер 10 миллион болатын болса, оны да кішкене не қылуға болады. Әртүрлі нұсқада жасаса болады. Сізбен хабарласса индивидуально сөйлесесіз, ай сайын процент ретінде бересіз бе, или бір жыл көлемінде, бір жылда квартальный ақша беріп отырасыз проценттің деген сияқты. Машинамен берсе жаңағы мынандай ғой, дәке, мысалы ол машина 2 ай тұрып қалса, біз бір айдыкен береміз ғой, 2-ші айда ол кісі пайда таппайды да. Ал егер ақшалай беретін болса, үзбей алады ол кісі. Жылдық үстемақы дивидендтерін үзбей алатын болады. Бізде арнайы сол саламен айналысатын менеджер қыздар бар, инвестиционныймен айналысатын. Солар толық ақпарат береді, жауап береді. И айтылған уақытында егер маған наличка бер десе, ол кісіге наличка беріледі. Ал егер менің официально ТО болсын, ИП болсын, осылай договор жасайық. Біздің счетқа перечисление жасайтын болса, дейтін болса, ол кісіге перечисление жасаймыз енді, құжаттарымен өзінің. Немесе Каспийға перевод жасай, аударым жасай салыңыз деуі мүмкін, жеке тұлға ретінде. Оған да жасауға болады. Бұл жерде мен түсінуім бойынша бұл
машина арендаға бер, ақша бер, шектеу жоқ екен. Кейбір шектеулер бар енді. Жоқ, енді мысалы айтамын да, мысалы Жалпы. мен ақшам болып немесе машинам болып сізге келсем, сізде түр жол бар екен да. Иә. Тек қана бір жол, ұнаса ал, ұнамаса жоқ деген жоқ та. на выбор. Да, өте көп екен, жолы көп екен. Сен мынаны ал, ол түсіндіріп береді. Қазір мен сенбеуім мүмкін, бұл маған наличный бере ма, бермей ма? Жоқ, мен сенімен икі, болмаса мен сені көрсетемін десем, бұл айтады, пожалуйста, мінекей. Или мен өз атыма машиналарды алып, машина ретінде беремін. Зато өз атында кішкене ол тағы айтайын, енді адамдар айтатын шығар өтірік деп. Жоқ, просто мен 2018-дің ноябрінен бері, міне қазіргі уақытқа дейін машина арендаға беремін. 7 жыл шығар. 2018-24. 6 жылдың аяғы деген 5 жыл саналады. 70 миллион қарызы бар. Жоқ, уже 140 миллион қарызы бар. Қарыз деген жақсы. Сол қарыз болмаса жұмыс істемейміз. Бізге итеріп тұратын бір нәрсе керек. Жоқ, мен сол бір жыл болды ма, осы желіде айттым да, негізі мен таксиден басқа мынау жұмыспен айналсам деген кезде бағанағы айтқандай түрлі сұрақ кетті. Бағанағы маған бір кісі шықты, мәке, өзімде машина бар, бірақ 4,5 миллион ақшам бар. Соны қалай ойлайсыз, наличие негізі алып арендаға берейін ба, немесе кобальтты рассрочкаға алып берейін ба, себебі кобальтқа ақшасы жетпейді, мынаған ақшасы жетеді. Сол сұрақ болды да, сондай адамдар келсе, сіздерге без проблем деген ойдам. Қазір банкта ақша сақтауға қорқам, себебі бір рет мен Астана банк деген бар еді, кім біледі? Білем мен. Астана банк білесің ба? Мәңгілік ел 20-19 жабылып кетті. Сол кезде менде сол банкта 289 мың ақшам бар. Долларды есептеймін. Доллар еді ғой ол кезде. Мен 289 мың екен қайдан білдім? Барып шешіп алғанда білдім. Мен доллармен салып қойғам ғой. Сонымен Қарағандыға кете жатырмын. Қарағандыға кете жатқанда алдымдағы айтады, Құдайға шүкір мен ақшам шығарып үлгердім. Мен новостьтені көрмеген ғой жаңа. Неге десем, банк жабылып жатыр. Қазір адамдар барлығы очередте ақша алмай жатыр. Сосын мен Қарағандыға тапит етем ғой. Бірінші банкоматқа барам, ешкім түсірмеймін, таксовать етем ғой. Ешкім түсірмеймін. Банкоматқа кірсем 2 адам очередь. Ақша бермейді банк. Құдайға шүкір Қарағандыға барғам ғой. Астанаға келсең алмайтын едің, талпа очередь. Бардым да ақшаны шығарып алдым, 289 мың. Сол сияқты міне қазір менде 4,5 миллион 5 миллион ақша болса, мына жаққа беріп қойғаның абзал екен деп ойладым. Енді әркімнің ойы, әркімнің санасы, әркімнің есептеуі әртүрлі, бірақ бәрібір мен жақтан қарасаң, мын жақта не екен да? Мен мысалы қазір бір 10 шақты машина берсем, күнде бір водитель хабарласады. Сосын алғым келмейді, ай не болды екен, ДТП ма, соғылды ма, май ауыстыру керек па, баллон жарылды ма, миллион ой өтіп кетеді. 2 рет шырылдайды, бірақ миллион ой өтіп кетеді. Ал мынаған берсең, онда ешқандай ой жоқ. Ойымыз бересіз. Айдың соңында ақша күтіп отырасың дейсің. Мәкемен кездесем ғой, біз таксовать етеміз ғой, мен жұмыс істейміз, бірге видео түсіреміз, сосын обедке, ужинға, завтракқа бір кездесіп қалған кезде Мәкен телефон. Тым жоқ дейсің. Уақыт жоқ. Қалай таксовать етесің? Көмекшілер жоқ па, менеджерлер балда? Жалғыз өзім және әйелім кішкене көмектеседі. Сол үшін менде ондай сіздер сияқты бір адамға қиын. Біздерде командамыз. Айтпайды неше көлігі бар екен. Өзі шамасы бар. 10 шақты машинам бар. 10 шақты машина. Бірақ сіз сияқты барлығы бір машина емес, менде көбісі корейский машиналар, себебі кезінде корейский машина міндім да, жөндеу оңай, қол жетімді деген сияқты барлық жағынан алып. Қазір Құдайға шүкір біраз адамда мысалы автосалонға барсам, автосалонды жап жаңа машинаның минусын таба аламын. Сол осы машиналарды алудың несі ғой. Артында мынау Демежанда бардық, өткенде Шымкентке барсам, салонда тұрған машина, осыдан басқа машина жоқ дейді. Сосын маған айтты, Мәке көріп берші, мынаны көрсем, артқы крыло полировка жасалынған. Ұрылмаған, соғылмаған, ештеңе шешілмеген, бірақ полировка жасалынған. Ол китайский машина ма? Жоқ, өзіміздің жібек жолында Шымкентте тұрған машина. Мен видеоға түсірген жоқпын, қойшы, оларда бірдеңесі бар шығар. Соғылмағаннан кейін просто полировка түсіріп атқан кезде сызып алған болса, полировка жасады деп ойладым да. Деген жоқпын. Егер крас етілген болса, мен айтатын едім. Неге бұл нөлге қойып қойдың? Шығар болды. Бұл стелінген зат,
шығаруым керек деген сияқты айтатын едім. Сол сияқты мынау машинаны алып сатып не істеген кезде осындай сенде опыт жиналады екен. Осы иә онда мынау такси жаңа айтып жатырмыз ғой өте қатты ұрыспен дамып жатыр деп қазір. Біздер осыдан 4-5 жыл бұрын бұндай темппен дамиды деп бум болады деп ойламадық. Бұрын мысалы Яндекс 2016-тан бастап келдім, ол кезде Яндекс не екенін де білген жоқпыз. Яндекс бонусты берді. Көшеде жүрген жаңағы посттарда тұратын таксилердің бәрі бері қарап өтті. Енді қазіргі алдымызда 5 жылда 10 жылда біз білмейміз қалай болатынын. Бірақ енді Яндекстің өзінің стратегиясы бар. Әр сайын не қылып көрсетіп отырады. Үлкен компания ғой. Осындай қалада осындай тариф ашылады осы уақытта, мысалы Талдықорған болсын, Шымкент болсын, июль айында комфорт ашылады, комфорт плюс ашылады деп неғып отырады. Бұл біздің уже сенімділігімізді арттырады да. Болашақта Яндекстің онан сайын ары қарап осындай бір темппен кете беретініне сенімділігімізді арттырады. Енді бұл жерде Яндекстің ішінде таксопарктер көп қой. Біздер қазір мысалы осы жылдың аяғына дейін 100 машина болсақ, келесі жылы 200-300, оның артынан кейін 1000. В общем, Қазақстанда Каспийға айналуымыз керек қой. Таксидің Каспийға айналуымыз керек. Неге? Бәрімізге Каспийді жақсы білеміз, потому что себебі оның маркетингі жақсы, халыққа удобство істеп тастады. Қазір әр адамда Каспий бар. Иә, себебі мен қанша шетелдерде болдым, ондай удобство көрген жоқпын. Мысалы, әуел басында мысалы Қытайда болды, Қытайда айтатын екен, осындай QR-мен істейміз, Қазақстанда қалып кетті, Қазақстан тез қуып жетті. Енді таза Қытайдікіндей болмауы мүмкін, бірақ біздің халықты біраз дәрежеге көтерді. Себебі Еуропаның елдерінде жоқ, Өзбекстанда да қаншама нәрсе мысалы біздікіндей емес. Сол үшін біз Каспийге қанша адамымыз алғаш шексіз. Басып қаласың, Каспий рассрочка бере салады. Басып қаласың там. Қиналып тұрсаң, неңді ақшалай ала саласың, азын шоғын сома болсын, кішкентай сома болсын. Бұл бізге өте удобствоны істеп тастады. Мен Каспий болуымыз керек деп жатқаным, сондай удобство жасай білуіміз керек водительдарға. Менің ол өзімнің жеке көзқарасым, себебі ол бәрібір қайтады да. Каспийда такси ашылса ғой деген. Жоқ. Бұлардың жүйесі Каспий сияқты жүйе болғысы сондай автоматты түрде жүргізушілерге де, мына инвесторларға да, машина арендаға беретін ол жерде шектеу жоқ та. Кірген барлық адамға, мысалы Каспийге кірсең шектеу бар ма? Сен кіресің, билет алғың келсе Каспийге кіресің. Платеж төлеу керек болса Каспийге кіресің. Тағы бір тур керек болса Каспийге кіресің. Удостоверение керек болса Каспийге кіресің. Шектеу жоқ, ешкімге шектеу жоқ. Сен ғана кір деген жоқ та. Бұлардың жүйесі сол сияқты. Кімде не ой бар? Қазіргі жүйесі солай дамыса ғой деп. Сол дамытып жатыр. Мен дамыды деп ойлаймын. Концепциямыз сондай, біздің Каспий сондай автоматтық түрдегі неге жетуіміз керек, жұмыс тәртібіне жетуіміз керек. Автоматизация дейді ғой бізде. Себебі айтайын дегенім жаңағы ең бірінші водительдердің условиясы. Себебі мені асырайтын водительдер, дұрыс па? Сізді асырайтын водительдер, дұрыс па? Біздің водительдеріміз 2 күн шықпай қалатын болса, водитель тезірек кетеміз іздеп, мысалы. Ол барлық нелер біледі. Бірақ енді бізде өзімізде жүйе бар, жаңағыдай сайттар бар, водительдерді арнайы іріктейтін балдары бар, мысалы, данныйын жібереді, соны тексеріп, біздер сенімді түрде отырғыза аламыз да. Екінші, жаңа Каспий сияқты деген тағы себебі бұл доступность. Мысалы, қазір біздер барсақ таксопарктерге, конечно, ол да бір жағынан енді ол да дұрыс. Машинаны енді ол көбі 7 миллион тұратын болса, қымбатырақ машина 10 миллионның машинасын біреуге астына бердім деген сөз, біреудің қолына ақшаны беріп қойдым деген сөз ғой. Осы 10 миллион теңгені біреудің қолына беріп қойдым деген сөз, ол да бір ответственность. Ал Каспий любой берме 10 миллионды бере салады. Бұл енді оборотымыз Каспий сияқты болмаса да енді, бірақ жұмыс тәртібіміз сондайға келу керек та. Себебі кез келген уақытта водитель егер бізді убеждает, біздер ол кісімен жұмыс жасауға дайынбыз, мысалы деген сияқты. И әртүрлі удобство жасап беріп, жаңа кеше мен айттым ғой, айтпақшы, таксопарктер рассрочкаға береміз водительдерге деп. Солай істеп береміз деп. Мысалы, сіз келесіз, бізде мысалы водительсіз, мысалы сізге май болсын, манағыдай антифриз болсын, кейбір запчастьлерді рассрочкаға беретіндей. Түсіндіре алдым ба сізге? Себебі бізде жаңағы қоймалар бар ғой. Біздің оптом келісімшарт жасасып қойған. Біздер сол жақтан алдырып қоямыз да, мысалы, сіз өзіңіздің машинаңызбен таксовод етіп жүресіз,
сіздің қалтаңызда қазір ақша жоқ, потому что себебі таксистердің қалтасында постоянно ақша болып жүре бермейді. Иә, себебі бүгін тапқаны сразу тамаққа кетеді, кредитке кетеді, там жинап бала шағаны садикке төлейді, жинап 3-4 күн квартираға төлеп тастайды. Сондай кездер болады, артық ақша болмайды деген. Сондай жағдайда біздер ана запчастьлерді береміз рассрочка, ол кісі күніге 1000 теңгеден 2000 теңгеден құйып жауып тастайды да. Ыңғайлы, өте Иә, өте ыңғайлы. Бағанағы айтпақшы, барлық нені ойластырып, қарастырып қойған. Иә. Тек қана келдің, саған ыңғайлы барлығы бар. Иә, вот мен соны айтқым келіп отқан. Жүргізушілерге ыңғайлы қылсақ, енді ол тек қана маған қатысты емес, жалпы таксопарктерге қатысты барлығына. Бірақ енді әркім жеке ойы бар ғой. Бірақ енді жүргізушілерге ыңғайлы қылатын болсақ, біздер ұтылмаймыз деп ойлаймын. Себебі енді жаңағыдай сізбен тікелей жұмыс істесетін, сізге тікелей қаражатыңызды толтыратын және өзінің ыңғайын жасайтын ол жүргізуші. Сол үшін жүргізушімен жұмыс істеу керек. Иә, жүргізушінің енді ол жерде де жаңағыдай бар да, адамның түр-түрі бар ғой, неше түрлі адамдар бар. Әрине. Бір водительдер болуы көріп жатырмыз. Иә, өздеріңіз өте жақсы білесіздер. Не айтып отқанымды түсініп отырсыздар қазір осы кезде. Неше түрлі жүргізушілер бар. Ондай жүргізушілерден біздер мысалы өзімде де болды, мен 1-2 шанс беріп болғанымен қоя салдық. Одан кейін жаңағы әңгіме дәлсіздігіндей өйткен бүйткен сөйткен деген ол маған ондай не емес. Біздің енді жалпы қазақ қоғамына, қазақ елін мысалы экономикамызды көтеру, дамыту, біреуге жұмыс беру, жалпы жұмысымыз сол, өзіміздің қалтамыз емес, жалпы басқаларға да пайдалы болсын деген. Егер басқаларға да пайдалы болып, басқалар да біз арқылы пайда тапса, ол біз үшін жеңіс та. Біздің бір мақсатымыздың, ортақ мақсатымыздың орындалған. Ортақ мақсат қой енді. Әркімді қазір жеке-жеке тартатын болсақ, манағыдай аққу шортан қамшаян боламыз да. Сұрақ бар еді. Сіздің офисіңіз, компанияның офисі қай қалада? Шымкент қаласындамыз. Бірақ Орал қаласында ашыламыз, Құдай қаласа, осы жақын арада. Астанада? Иә, Астанада бармыз тоже. Филиал. Иә, филиалымыз ғой енді, бірақ орталығымыз Шымкент қаласындамыз. Енді қазір тағы да Орал қаласына ашыламыз, батыстан ашыламыз, солтүстіктен, Шымкенттен, шығыс жақтан. Жоқ, шығыс жақтан енді әзірге. Ондай такси дамымаған дейсіз ғой? Жоқ, такси дамыған. Бірақ біздер әлі ол жақта офис ашамыз деген планымызда жоқ. Себебі біздер бір мысалы айтайын енді. Өзім Оралдікімін. Мысалы Оралды жақсылап көтерсек, жақсылап өзіміз қанша машина, мысалы 50 машинамыз бір Оралда тұрса, 24 сағат ол жұмыс жасаса, себебі біздер күнге де береміз, түнге де береміз, суткаға да береміз, водительдерді жүргізушілерді жұмысқа аламыз, жаңағы окладтары бар әртүрлі енді. Жаңағыдай ғой біздер любой вариант, біздер өте гибкиміз, жұмыс жасауға өте ыңғайлымыз. Айтпақшы кеттік айтуға. Көлікті арендаға аламын десеңіздер де хабарласа аласыздар. Шымкент қаласы, Астана қаласы, келешекте Орал қаласында оған да арнайы бір номер берсеңіз, астына тіркеп қоямыз. Аренда көлік деп тұрады, сол номерге хабарласаңыз көлікті арендаға аласыз Шымкент қаласында. Енді бір келесі бір видеомыз, білмеймін енді сіз Шымкент қаласына барып сіздің офисіңізде, автопаркыңызда көліктердің қасында бір видео түсірсек пе деп отырмын енді. Накемен барып, Шымкентке барып қыдырып. Сол енді достар, осындай міне қызықты, күшті бейнеролик болды, подкастымыз болды. Тақырыбы өте қызықты, әр қазағыма көмек десек те болады, және де такси жайлы, бизнес жайлы біз сөйлесіп шықтық. Екі бизнесмен ортасында отырмын мен. Сол пікірлеріңізді қалдырыңыздар, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Осындай әдемі бейнероликтер болады, және де осымен тоқталмаймыз біз. Әлі де тағы да көп офистарыңызға барамыз, машиналарыңызды көреміз, инвесторларыңызбен, кімдермен бәрімен сұхбаттасып сөйлесіп көреміз. Ондайда алдыда жоспар бар. Шымкентке қатты барғым келіп жүр соңғы кезде. Мінекей бір әдемі сұхбат болды. Жай ғана отырыс сұхбат болған жоқ. Біраз адамға көмегі тиетін, пайдасы тиетін, былай айтқанда информация бердік. Көмегі тиеді деген үміттемін, себебі қазіргі таңда ең үлкен проблемаға айналған тақырып бұл.
өздеріңіз де білетін шығарсыздар, анау досым төлей алмай жатыр, мынау көршім төлей алмай жатыр, ананыкін әкетіп қалды, мынаныкі. Ол әрбір адамға естілген, құлағына шалынған бұл тақырып. Сол үшін мына видеоны міндетті түрде группаларға, туысқандарыңызға, төлей алмай жүргендерге, денсаулығынан айырылғандарға, сондайларға тастап қойсаңыздар, өте бір пайдалы ақпарат болды. Енді Мейірбек, мынау тақырыбымыз өте үлкен негізі. Осымен тоқталмайды әрине. Келешекте Құдай қаласа келесі видеоларды түсіреміз деген ойдамын. Себебі сіздің жүйеңіз өте үлкен екен. Мынау бір видеоға оны салу мүмкін емес. Себебі бұл өте үлкен жүйе. Сол себептен бүгін енді сіздермен осы видеода қоштасамыз. Рахмет барлықтарыңызға. Мына каналға тіркеліп, мынаны видеоны кімге жіберу керек екенін білесіздер. Тек қана қиналып жүрген адамдар емес, Каспийсте ақшасы бар адамдарға да жіберіп қойсаңыздар болады.